Жазушы Оразбек Бодықовтың естелігінен. 1974 жылы ақан серінің басына барып тәуетіп қайтқан Шәмшіге бөрінің аузы жесе де қан, жемесе де қан дегендей, оны түрткілеушілер бәрібір сыртынан ғайбаттауларын қоймайды. Дипломы жоқ болғандықтан ешқайда жұмыс қалмайды. Жазған әндері қаншама жақсы болғанымен, оларға да мін тағып маңайлатпай қояды. Тұрмысы да ауырлап кетеді. Жаны нәзік сезімтал адамға нақақтан нақақ сөз ести беру оңай ма? Шәмшінің жүрегі кеселге ұшырайды. Оның үстіне бұл өмірде жөнді жар құшпаған ол Алматыдан мүлдем жериді. Енді не істеу керек? Қонақ бір қонса құт, екі қонса жұт дегендей, туған жері Шымкент жағына бара-бара оларды да ығыр қылдым ба деп күдіктенген Шәмші іштей аласұрып абдырап жүрген шағында Жамбыл обкомының бірінші хатшысы Бектұрғанов Хасен жолыға кетеді. «Оу, Шәмші, қалың қалай?» дейді ол. «Бірде олай, бірде бұлай». «Оу, мынауың шалдар айтатын сөз ғой, саған не болды Шәмші? Сенің мына сөзіңнен ән емес, қасірет еседі ғой. Отыр мына машинаға, кеттік Жамбылға. Әңгімені сол жақта жалғастырайық». Жасы 43-ке келген Шәмші үш ұйықтаса да түсіне кірмеген ежелгі тараздан бір-ақ шығады. «Сенің неден жүдеп жүргеніңді айтпасаң да сеземін. Осы облыстың қаласынан ба, даласынан ба, әйтеуір қалаған жеріңді таңдап ал. Мына Тұйғынбек Темірбеков ауылдасың, бізде екінші хатшы. Сенің үй-жай салып алуыңа екеулеп жәрдемдесерміз» дейді Хасен аға. «Олай болса құлдық, мен ендеше Жамбылдың түбіндегі Октябрь деген дүнгендердің ауылына қоныстанайын» дейді Шәмші. «Басқаны сұрамасам да мұның мәнісін сұрайын. Немене, қазағыңнан жерідің бе?» «Олай емес Хасен аға. Айналайын, қазағым болмаса әнімде, өзімде кімге керекпін? Бірақ олар кей кездері өз ұлдарын өзгелерден бұрын таяқтап тастайды. Үй-жайды өзім салдырсам да, қай тентектің аузына қақпақ қоясыз? Өсекке сіз қаласыз Хасен аға. Залалым тиіп кетуі мүмкін». Бектұрғанов бұл сөзге апырая деп ойланып қалады да көне кетеді. Шәмшінің дүнгендер алуына келу тарихы осылай. Бірақ амал не? Бектұрғанов алдымен орнынан түсіп, сонан соң қайтыс боп кетіп, Шәмшінің Октябрь колхозындағы үй-жайы бітпей қалады. Дүнгендердің ортасына құлағына тыныштық, ән жазуға жағдай іздеп келген Шәмші тағда жалғыздықтың, жоқшылықтың ортасында қалады. Алайда тас түскен жеріне ауыр дегендей, орталарына қазақтың біртуар ұлы келіп қалғанын сезген дөнген жұрты оны құдайдай күтіп, бар көмектерін аяған жоқ. Олардың бұл ықыласы болмағанда Шәмшінің тағы қайда қаңғып кетуі белгісіз еді. Соңғы 3 жылда мен осының бәрін өз көзіммен көрдім. Негізгі үйінің қаңқасын тұрғызғанымен оны бітіре алмаған Шәмші солардың қасынан мықты гараж салып алыпты. Гараж үйі шлак бетонмен соғылған. Оны танкімен келіп қиратпасаң, анау-мынау трактордың әлі келмейді. Ортадағы бөлмеде машинасы тұрады. Оң жақ қолда Шәмшінің өз бөлмесі, жатын үйі. Оған электр де өткізген, радио да орнатқан. Бірақ ол үйде Шәмші торыққан кездері оның жүрегін жұбататын, шөлдеген кездері шөлін қандыратын жұмсақ алақан мен ыстық құшақ жоқ еді. Шәмші талай түн өтінде өзіне арман болған әйелдің балбыраған тамағын, оттай ыстық құшағын аңсаған болар. Мен бірге болған 3 жыл ішінде Шәмшімен сыйлас болған композитор, ақын, әншілерден оны іздеп тек Сыздықова Кенжегүл келіп кетті. Шәмшінің соңғы 17 жылы осылайша жалғызсыраумен, торығумен, зарығумен, Алматы жақтан бір жақсылық хабар күтумен өтті. Біз Шәмшінің дүнгендер ауылындағы осы тұрағынан соңғы рет 1991 жылы қыркүйек айының 30 жұлдызында аттандық. Ол гараждан шыға бере өз үйіне тінте қарап біраз тұрды. Әр нәрсені сылтауратып үй жағына қарай береді. Көзі жасаурап тұтыға береді. Енді қайтып бұл тұрағына келмейтінін сезген секілденіп, көзіне жас алды. «Қой Шәмші, қапаланбай аттан,
Құдай қаласа бірер айда қайтып ораламыз дедім мен. Шәмшінің соңғы тұрағынан біз осылайша аттандық. Қазір ойлап тұрсам, Шәмшінің мәңгілік көз жұмуына сол сәтте 149 күн қалған екен. Уа тыңдарман, егер сен Жамбылдан Алматыға баратын тас жолмен жүре қалсаң, шаһардан шыға берістегі Дөнген ауылының бір шетінде, үлкен жолдың дәл езуінде тұрған бітпеген үйдің қаңқасын, оның қасындағы гаражды көресің. Оразбек Бодықов 1997 жылы өмірден озды. Ол үй сақталмаған да шығар. Бұл естелік 90-шы жылдары жазылған.